Hayırlı күн, құрметті көрермендер. Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейі көптеген жылдар бойы музейлік іс-шаралар, шеберлік сабақтар ұйымдастырып келеді. Бүгін сіздердің назарларыңызға шебермен сырласу жобасы аясында Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейінің түрлі іс-шараларының белсенді қатысушысы, Евразиялық этнодизайнерлер қауымдастығының, Қазақстан Республикасы қол өнершілер одағының мүшесі, Күлән Жанғұттының киіз басу, жүннен бұйым жасау өнері бойынша шеберлік сабағын ұсынады. Шебер қазақ халқының дәстүрлі қол өнерімен, киізден жасалған бұйымдарымен таныстыруға мүмкіндік береді. Саламатсыздар ма, қымбатты өнер сүйуші қазақ халқы. Бүгін ертеден ең ерте мемлекеттік орталық музей Қазақстандағы ең ірі музейлердің бірі. Осы музей түрлі іс-шаралар өткізеді. Музей түні деген болады, наурыз нақыштары. Сол іс-шаралардың бәріне мен неше жыл болды, 90-шы жылдардан бері қатысып келіп жатырмын. Өзім Евразиялық этнодизайнерлер ассоциациясының мүшесімін. Қазақстан қолөнер шеберлер қолөнер одағының мүшесімін. Осындай үлкен подиумдарға қатысам, көрмелерге қатысам. Музейдің істеп жатқан іс-шараларының ешқайсынан қалған емеспін. Жәрмеңкелері болсын, фестивальдары болсын, түрлі қоғамдық жұмыстар болсын, бәріне де белсенді қатысып тұрамын. Шеберлік сабақтар өткізіп тұрамын. Сондай жұмыстарды қалмауға тырысам. Енді қазіргі мына жағдайға байланысты шеберханамда жұмыс істей алмаймын, сондықтан үйде осындай бір бөлмені өзім шеберханаға алдым, үшіде жұмыс істеймін. Сондықтан қазір бұйымдарымды да көрсетейін. Енді мен жоғарыда айтып кеттім ғой, Евразиялық этнодизайнер ассоциациясының мүшесімін деп. Сол Байкалда жылда өтеді, үлкен подиумдар, соған қатысам. Тула қаласына да бардым 17-ші жылы. Москваға да үлкен көрмелерге де бардым, подиумдарға. Сондықтан қазақтың кәдімгі көне киімдерін жаңа түрде, бұрынғы дәстүрін жаңғырту түрде көп қызмет етем, көп жұмыс істейм. Сондықтан мына тұрған дүниелердің бәрі талай мемлекетті аралап келді. Былтыр Қырғызстанның несіне де қатыстым, үлкен подиумына қатыстым. Алдын ала дайындап қойған талдырма, мінекей. Бұл талдырмадан ойып шығамыздағы. Содан кейін мынау шапан, бұл тек қана негізі, артқа бойы. Соған түрлі оюлар салам, түрлі өрнектер салам. Одан кейін илеймін. Енді мынау алдын ала дайындап қойған талдырмамнан ойып, саймандарымды алып алайын. Алдын ала талдырма жасап қойғанбыз. Талдырма деген ойып бұйымның заттың бетіне салатын ою.
оюға арналған талдырма дейді бұны. Жұқа қана саламыз дағы. Анша-мұнша оюды өзіміз ақ былай оя саламыз. Бірақ та мынау өте дөңгелек келген, бұның кішкене дұрыс келу керек формасы. Сондықтан үсті ойып аламыз. Ой ойылды. Енді бұл ойылды арқа бойына саламыз. Ерлердің шапандарын оюлары тура күннің образын келтіріп арқасына салған. Мінекей осылай арқа ою осымен бітті мінекей. Бұл бір ғана ою, енді қалған бойларына тура осындай ою емес, бірақ та кішігірім бұйымдар саламыз. Құрметті көрермендер, мына кішкене ғана шеберлік сабағымыз осыменен назарларыңызға ұсынған аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Енді келешекте мемлекеттік орталық музейменен бірігіп жасайтын үлкен шаралар алда деп ойлаймын. Түрлі шеберлік сабақтар өткіземіз. Сау болыңыздар.